Біреуге ақыл айтсаң, әуелі өзің соған амал ет. Себепсіз күлме, мақсатсыз жүрме. Өзің үшін пайдасы жоқ нәрселерге сұрақ қойма. Кішіпейіл және қарапайым бол, бірақ өзіңді кемтар дәрежеге түсірме. Ақмақтармен әңгіме жарыстырма, екіжүзділерге жолама. Адамдарды кемсітіп, кердең қағып аяғыңды алшаң баспа. Өйткені Алла тағала ешбір тәкаппар және мақтаншақ құлын сүймес. Сөйлеген сөздеріме өкінген күндерім көп, бірақ үнсіз қалғаным үшін ешқашан өкінген емеспін. Досыңды қиын күндерде сына, оның пайдасы мен зиянын електен өткіз. Дүние түпсіз терең теңіз, онда небір патша да мүсәпірде өткен. Солай екен, сен өзіңе иманнан кеме жасап ал. Ақыретіңе зиян келтіретін дәрежеде дүниеге берілме, бірақ адамға жүк болатын дәрежеде дүниені ұмыт қалдырма. Байлығыңның мөлшерін дос пен дұшпанға білдірме. Ненің пайдалы, ненің пайдасыз екенін ұмытып, өз абыройыңды төкпе. Адамдар әдемі сөздерімен мақтана берсін, ал сен үнсіздікті қош көр. Барлық істе орташа жол тұт. Біреудің үйіне кіргеніңде көзің мен тіліңе ықтият бол. Өзіңе жақпаған нәрсені өзгеге де тең көрме. Саған ісі түскен кісіні үмітсіз қайтарма, ал наданнан жақсылық күтпе. Аз жеуге және аз сөйлеуге әдеттен. Сөйлеген сөзіңнің дәлелі болсын. Тәнің мен киіміңді таза ұста. Өз наныңды өзгенің дастарханында жеме. Көшеде отырған іссіз және әңгімешіл адамдарға қосылма. Балаң не айтса, соны істей берме. Мейманыңа іс бұйырма және оның жанында жанжал шығарып, біреумен ұрсыспа. Өтіп кеткен жанжал мен келіспеушіліктерді есің алма. Біреуді ешкімнің алдында ұятқа қалдырма. Әйелге сенбе, оған сырыңды айтпа. Мен ауыр тастар мен қатты темірлерді де тасыдым, бірақ қарыздан ауыр нәрсені көрмедім. Дәмді тағамдар мен балдай тәтті жемістердің де дәмін таттым, бірақ денсаулықтан тәтті ештеңе білмедім. Үнсіздік көп адамның қолынан келмейтін даналық. Алған біліміңе амал етпей, одан да көпке ұмтылуың, бір адамның бір құшақ отын жинап, оны көтере алмайтынын біле тұра, оған тағы да ашкөздікпен отын тергеніндей болмақ. Ақылды болсаң, отбасыңда өзіңді баладай ұста, ал өзгелер арасында үлкен адам екеніңді көрсет. Шынында сөздің салмағы тастан да қатты, пышақтан да өткір. Шынында
Адамның жүрегі топырақ секілді. Оған жақсы сөз бен жылулық керек. Жаман сөз жүректі жаралап, адамды керең тұңғиыққа сүңгітіп жібереді. Лұқман хакімге, сен қалай мұндай даналыққа қол жеткіздің, деп сұрақ қойыпты. Сонда ол үнсіздік сақтап, маған қатысы жоқ нәрсеге араласқан жоқпын депті. Қарыздан аулақ болыңыз. Бұл сіздер үшін күндіз кемсіту болса, түнде ауыр ой мен ұйқысыздыққа апарады. Адасып жүрген болсаңыз, білгеннен көмек сұраңыз. Адамдардың сөзінен қорқып, өзіңізді тура жолдамын деп алдамаңыз. Өзгелерді таң қалдырып, ақмақтармен бәсекелесуге бола білім алмаңыз. Жаратқаннан еш нәрсе жасыра алмайтыныңызды ойлаңыз. Қошқар мен қасқыр дос бола алмайтыны секілді, ақмақтармен достасам деп әуреге түспеңіз. Жақсы адамды кездестіріп қалсаңыз, одан өзіңізді бір саты төмен ұстап мәміле қылыңыз. Ал ақмақтарға сенікі дұрыс дей салыңыз. Балаң есейіп, одан жақсылық көргің келсе, кішісінде оған бар мейіріміңді бер. Баланы орнымен жазалау, жаңбырдың жерге деген қажеттілігі секілді. Сапарға шықсаңыз, түн ортасында емес, таңға таман жол алыңыз. Тым қатты ойға беріліп, қайғыға бата бермеңіз. Алланың берген нығметтеріне қуана біліңіз. Сонда тыныш әрі жақсы өмір сүресіз. Тек Алладан сұрап, оған ғана үміт артыңыз. Сонда сұрағыңыз орындалатын жол көрсетіледі. Сараң да қатты болмаңыз, бірақ үнемшіл болыңыз. Екі нәрсені ұмытып жіберіңіз. Біреуге істеген жақсылығыңызды, біреудің сізге істеген жамандығын. Істейтін ісіңді бұрын мұны сынап көрген тәжірибелі кісімен ақылдас. Өйткені ол өзіне қымбатқа түскен нәрселерді саған тегінге береді.